Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі агрометеорология пәнінен дәріс тақырыбы кіріспе агрометеорология пәні және мақсат міндеттері. Қарастырылатын сұрақтар: ауыл шаруашылығында климат пен ауа райының маңызы, агрометеорологияның мақсаттары мен міндеттері және агрометеорологиялық зерттеу әдістері. Агрофитоценоздардың өнімділігі олардың тіршілік ету ортасының көптеген факторларына байланысты. Олардың арасында климаттық және ауа райлық маңызы орын алады. Егін өсірудің агротехникасын жетілдіруге қарамастан, ауа райы бүкіл жер шарының ауыл шаруашылығында шектеуші фактор болып қала береді. Агрометеорологияның мақсаты ол ауыл шаруашылық өсімдіктері бар ортаның күйін құрайтын атмосфералық процестер мен құбылыстарды зерттеу. Белгілі бір аумақта ауа райы мен климаттың қалыптасу заңдылықтарын білу, ауыл шаруашылығы мамандарына табиғи ресурстарды тиімдірек пайдалануға және қауіпті метеорологиялық құбылыстардан болатын залалды азайтуға мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылығын жүргізудің оңтайлы әдістерін әзірлеу аграрлық жоғары оқу орындарының түлектерінен аумақтық ауа райы мен климаттық ерекшеліктерін, олардың жекелеген жылдардағы өзгергіштігін білуді талап етеді. Режимдік гидрометеорологиялық ақпаратты, метеорологиялық станцияларды бақылау нәтижелерін пайдалануды азайтады, ал қажет болған жағдайда негізгі метеорологиялық элементтерді дербес өлшейді. Агрометеорология ол ауыл шаруашылық өндірісімен бірге қарым-қатынаста болатын метеорологиялық, климаттық және гидрологиялық шарттарын зерттейтін ғылым болып саналады. Агрометеорологияның зерттейтін объекттері ол ауа райы, климат, топырақтың су және жылу режимі, ауыл шаруашылық дақылдары, ауыл шаруашылық өндірісінің процестері. Соған байланысты сол объекттерге агрометеорологияның негізгі мақсаты келесі: ол белгілі жер аймағының метеорологиялық және климаттық шарттарын қалыптастыру заңдылықтарын зерттеп анықтау, ауыл шаруашылық дақылдарының жаңа сорттары мен гибридтерінің агроклиматтық аудандастырылуы, климат ресурстарын толық қолдану және ауа райының шарттарына байланысты жер мелиорациясының шараларына, танаптың микроклиматының өзгертуіне, өсімдік шаруашылығындағы жаңа технологияларды енгізуге агроклиматтық дәлелдеу беру. Келесі мақсаты ол ауыл шаруашылығына зиянды гидрометеорология құбылыстармен күресу шараларын анықтау, агрометеорологиялық болжау әдістерімен ауыл шаруашылығын агрометеорологиялық қамтамасыз ету, жетілдіру. Енді агрометеорологияда келесі ұғымдар қолданамыз. Ол климат және ауа райы. Климат дегеніміз ол ауа райының көп жылғы режимі, ал ауа райы дегеніміз сол сәттегі метеорологиялық элементтердің жиынтығы, немесе уақыт жағынан да кеңістікке де метеорологиялық элементтердің үздіксіз өзгеріп отыратын ауа қабатының физикалық құбылыстары. Енді осы жаңағы атап кеткен мақсатына байланысты агрометеорологияның негізгі элементтеріне келесілер жатады. Элементтерді метеоэлементтер деп айтуға болады. Ол атмосфералық қысым, күн радиациясы, ауа және топырақ температурасы, бұлттану, ауа және топырақтың ылғалдылығы, жауын-шашын, қар қабаттары, булану, жел, атмосфералық құбылыстар, ол қолайсыз құбылыстарға жатқызамыз оған. Мысалы, тұман, боран, найзағай, көктайғақ, үсіктер деген сияқты және тағы да басқалары. Келесі слайдымызда метеорологиялық элементтерді көруге болады. Енді жергілікті аймақтардың ауыл шаруашылық өндірісіне климаттың, ауа райының тигізетін әсері әртүрлі. Ауа райының өзгеруі аталған микроэлементтерге бақылауларға жүргізіп, олардың өзгеруі қандай жағдайларға әкелетінін ертерек білу қажет. Қандай метеоэлементтің өзгергені өсімдіктердің өніп өсуіне дұрыс жағдай жасады, немесе қандай зияндарын тигізеді. Сонымен қатар
метеоэлементтерге бақылау жасау табиғаттың қолайсыз жағдайларында ерте анықтап, олардың келтіретін зияндарына қарсы дайындалуға мүмкіншілік береді. Мысалы, құрғақшылық деген, үсік деген, қатты суық, боран, тағы да басқа қолайсыз атмосфералық құбылыстарды болуын ерте болжауға болады. Бір жағынан өсімдіктердің зиянкестері мен әртүрлі аурулардың пайда болуы ауа райына байланысты. Әртүрлі ауа райына қандай зиянкестер мен аурулар пайда болатынын, олардың келтіретін зияндарын болжап, ерте күрес шараларына дайындалуға мүмкіндік туады. Және де ауыл шаруашылық өндірісінің өнімділігін жоғарылату үшін ауа райы мен климаттық жағдайларға бақылау жасап, сол жағдайларды мамандар дұрыс пайдалану керек. Бір ауданның метеорологиялық жағдайы бірдей болғанымен, әр танапта әртүрлі температуралық және ылғалдылық режимдер болуы мүмкін. Бұның барлығы сол танаптардың топырағының құрылымына, механикалық құрамына, жер бедеріне байланысты болады. Агрометеорология пәні болғасын, оның өзінің ғылыми ретінде даму тарихы болады. Ол ерте адамзаттың қалыптасу уақытынан бастап, адамдар не екенін сезбей тұрып, ауа райын бақылай бастады. Сол кезде алғашқы атмосфералық құбылыстарды туралы білімнің жүйесін нақты талдаған Аристотель болады. Метеорологияның өзіндік ғылым ретінде қалыптасуына арнайы құрылғылардың пайда болуымен байланыстыруға болады. Мысалы, барометр, жауын-шашын өлшегіш, желдің жылдамдығы мен бағытын анықтауға арналған құрылғылар сияқты содан дамып келеді. Ең бірінші 1773 жылы Сібірде метеорологияның дамуына зор үлес қосқан ғалымның бірі ол Ломоносов. Бірінші рет бүкіл жер бетінің табиғи құбылыстарын болжап тұратын метеорологиялық бекеттерді ұйымдастыру керек екендігін, сонымен қатар ауа райын алдын ала байқаудың ауыл шаруашылығына зор екендігін түсіндірді. Агрометеорологияның ғылым ретінде 19 ғасырдың соңында белгілі орыс ғалымдары Петр Иванович Броунов пен және Александр Иванович Воейков еліміздің климаттық ресурстарын бағалап, қай аймақта қай дақылдар өндіруге болатынын белгілеп берді. Мысалы, неге мақта, жүгері дақылдары оңтүстік жақсы өнім береді, ал цитрустық дақылдар басқа аймақтарда өсіп жемісін жақсы береді. Соны деген климаттың ауыл шаруашылығында міндетті түрде пайдалануды жөнінде алғашқы рет дәлелдеген Воейков болатын. Ол өзінің жер шарының климаты және Ресей жерінің ерекшелігі деген кітабында 1984 жылы климат пен өсімдік дүниесінің тығыз байланысты екендігін туралы жазып, 1885 жылы Ресей жерінде алғашқы 12 агрометеорологиялық бекеттер жұмыстарын ұйымдастырып, олардың байқау бағдарламасын құрастырды. Метеорологиялық элементтерге бақылау жүргізу үшін әр ауданда метеостанциясы немесе метеопост жұмыс істеу тиісті. Олардың өздерінің байқаудан алған мәліметтерін әрбір 3 сағат сайын, ол деген 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 сағаттарында байқалып, сол сағаттар сайын тәулік бойына 8 рет белгіленген уақытта облыстағы метеостанцияға хабарлап отырады. Сол сияқты осы уақыттарда облыс республикадағы гидрометеорология станцияға хабарлайды және жер шарындағы атмосфералық үрдістерді бір-бірімен өте тығыз байланысты болатын, бір аймақтағы болып жатқан метеорологиялық өзгерістерді басқа аймақтарда біліп отыру қажет. Сондықтан барлық елдердің метеорологиялық жағдайларын бүкіл әлемдік метеорологиялық ұжым ұйымдастырып отырады. Сонымен қатар үлкен метеорологиялық орталықтар жұмыс істейді. Олар орталықтар деген мысалы Мәскеу, Мельбурн, Вашингтон қалаларында орналасқан, олардың телетайп арқылы бір-бірінен метеорологиялық хабарларын алып отырады. Келесі слайдымызда ауа райы және климаттық жағдайлардың
ауыл шаруашылығында тигізетін үлкен әсеріне байланысты келесі жаңағы міндеттер қойылады. Ол деген ауыл шаруашылық дақылдарының өсіп өнуіне және өнімділігіне климат пен ауа райының әсерін бақылау. Екінші, метеорологиялық элементтердің және климаттық жағдайлардың географиялық аймақтарға қалыптасу заңдылығын зерттеу. Келесі, үшінші, ол жергілікті аймақта қолданатын агротехникаларға ауа райы және климат жағдайларының тиімді әсерін бақылау. Мысалы, себу мерзімі және тәсілі, топырақ өңдеу және тағы да басқалары жатады. Төртінші, ол тыңайтқыштар енгізу тиімділігіне ауа райы және климат жағдайларының әсерін бақылау. Мысалы деген оған мөлшері жатады, тыңайтқыштың мөлшері, енгізу мерзімі жатады, әртүрлі тыңайтқыштардың жиынтығы ауа райына және байланысты болып келеді. Және бесіншісі, ол ауыл шаруашылық дақылдарының аурулары мен зиянкестерінің пайда болуына, көбеюіне ауа райы және климаттың жағдайларын әсерін зерттеу болып саналады. Мысалы деген, жылдың көктемі салқын және ылғалды болып келсе, я болмаса кейбір зиянкестер мен аурулардың белсенділігі төмендейді. Ал құрғақ жылы және жылы болса, онда белсенділігі жоғары жаңағы шегірткелердің қуыршақтары, жұмыртқалары тіршілік қабілеттігі жоғарылайды. Сонымен қатар, келесі слайдымызда метеорологиялық станциялардың схемалары көрсетілген, көрінісі көрсетіледі. Келесі слайдымызда жаңағы астық шаруашылығы мен жеміс-жидек шаруашылығы, көкөніс шаруашылығы салаларында қандай өзгерістерге байланысты, қандай жаңағы өсімдіктердің фенологиялық кезеңдері жаңағы өтеді, сол мысалда келтірілген. Енді барлық агрометеорологияның зерттеу әдістері егіншіліктің келесі заңдарымен негізделген. Ол бірінші, өсімдік тіршілігіне керек факторлардың өзара тепе-теңдігі және бір-бірімен алмастыруға болмайтын заңы. Ол мысалы жылуды ылғалмен ауыстыруға болмайды, немесе ылғалды жылумен ауыстыруға болмайтын заңы. Екінші заң ол деген минимум, оптимум, максимум заңы. Өнім деңгейі минимумда болатын фактормен анықталады. Ең жоғарғы өнім фактор оптималды болса, фактор минималды және максималды болғанда өнім мөлшері төмендейді, немесе ол болмауы мүмкін. Оны алғашқы бұл теорияны Либих ғалымы болды. Келесі заң ол өсімдік тіршілігінің факторларының бірлесіп әрекет ету заңы. Өсімдік тіршілігіне қажетті факторлар бірлесіп әрекет етеді, я болмаса олар өсімдіктің өсіп өнуіне процесіне өзара әрекеттестікте болады. Осы мәселелерді қорытындылай келе, агрометеорологияда келесі әдістерді пайдаланады. Бірінші, негізгі жұмыспен қатар жүретін әдіс. Ол деген, егер де біз дақылдардың өніп өсуіне, дамуына, өнімділігіне бақылау жасайтын болсақ, сол жерде егістікте метеорологиялық элементтерге қатар бақылау жүргізумен болады деген сөз. Екінші, ол географиялық себу әдістері. Ең оңтайлы жақсы агроклиматтық көрсеткіштерді анықтау үшін бір ауыл шаруашылық дақылын әртүрлі жерде, биіктіктерде өсіреді. Үшінші әдіс ол дақылды әртүрлі себу мерзімі әдісі. Мысалы, бір өсімдікті бір жерде өсіретін болса, сонымен қатар 5, 10, 15, 20 күн соң өсіруге болады. Төртіншісі зертханалық және далалық тәжірибе әдісі, және соңғысы өсімдіктің статистикалық материалдарын өңдеу әдісі, және сол жылдардағы метеожағдайы. Келесі слайдта осы дәріс тақырыбы бойынша бақылау сұрақтары берілген. Сол сұрақтарды қарап жауап беруіңіз сұралады. Осымен дәріс аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.